Бір шек. Биыл қаңтар айының ортасында Ұлытаудың солтүстік шығысына қарай орналасқан Омар деген қыстаққа бардық. Бұл қоныстың қазіргі егесі Жезқазған өңіріне атымтай жомарттығымен аты шыққан Марғұлан Молдашев деген досым. Мақсатымыз кеше жауған жаңа қармен із кесіп қасқыр аулау. Айнала ақ ұлпа. Жезқазғаннан қос көлікпен шыққан бағытымыз бүгінгі қонаға сол қыстаққа жетіп жығылу. Сайдың тасындай азаматтармен әр әңгіменің басын шалып межелеген жерге кеш батқан мезгілде жеттік. Хан сарайындай зәулім үйге түсіп, асай мүсейімізді түгел түсіріп ішке ендік. Төрдегі кең дастарханға алға қотан дөңгелей отырып, қонағасыға қол салдық. Сатырлаған сен тұр мен атайын жігіттер ертеңгі сонарды сөз ете бастады. Менен басқасының бәрі осы Ұлытау табанының азаматтары. Жер жағдайын жақсы білетін, арасында аңшылыққа ерте араласқаны бар, бәрі ертеңгі таңның несібесін талқылауда. Бағыт бағдарларын жоспарлауда. Кезек сөйлеп арасында бір-бірін қуаттап алатын кездерде болады. Әне міне деп әңгіме дүкен құрып отырып, буы бұрқыраған соғымның етінде еңсеріп тастаппыз. Туған ай тураған еттей демекші ет желініп біраз уақыт демде жылжып кеткендей. Дәмге бата беріп, шай жасалғанша бәріміз сыртқа шықтық. Дала тынық, үп өткен жел жоқ. Қан сонар. Қан сонар емес, өлім сонардың өзі болғалы тұр бұйырса. Оттарын өшірген түнгі ауылда аспанда тастай қараңғы. Ептеп шыңылтыр аяз бар. Аяқты аңды жортқызбай қоймайтын қыспақ аяз. Өз әлімізше ауырайын болжап, шайдайын деген шақыртумен ішке кірдік. Дастарханды жағалай тастаған жастықтарға шынтақтай жатып, қызыл күрең қою шайға бас қойдық. Қолдан қолға өткен шынаяқтарда егелеріңізде байыз табар емес. Бір әңгімеден бір әңгіме туып, бір тамаша күйде отырмыз. Босағаның оң жағында шаңыраққа тұмсығын созған қару-жарақ пен оққа толған оқшантайлар ертеңгі күннің көрігін қыздырғалы тұр. Арасында ескі әңгімелерге де есік ашып, осы өңірдің есті адамдарынан естелікте айтып қоямыз. Мен әсіресе Ұлытау бауырында өткен бай бағыландар мен бей батырлар жөнінде көп ізденіп, елден жеткен ескі әңгімелерді қозғап қоям. Күні қысқа, түні ұзақ қысайы ғой. Уақыттан қысым жоқ. Келе-келе әңгіме қайта қасқыр тақырыбына ауды. Қазақтың қай жігіті үшін де қасқыр қан қыздырмай қоймайтын әңгіме ғой. Қасқырдың қасиетінен бастап олардың тектілігі, түрі, айласы, ақылы, емдік қасиеті Тәңірдің ерекше жаратқан жаратылысының біріне дейін шама шарқымыз жеткенше қызыл қырман қызу әңгіме қылдық. Қасқырда да көсем болады екен. Оларды абадан, атай, біршек, қаражал, көкжал деп те айтады екен. Ішіндегі мықтысы біршек болады екен деп мен Сәкен Жүнісов ағамыздың ақан сері туралы жазған кітабында Көкшетау баурайын шулатқан атақты біршек қасқыр туралы оқығаным бар еді. Соны сөзіме тұздықтап, сол арлан қасқырды құлагермен ақан сері таң алдында қуып, кешкі қызыл іңірдің алдында зорға жетіп соққан білушім. Соны айтып, шайланып болып қалған тұста әңгімеге Бексұлтан деген жігіт араласты. Әлгіннен бері әңгімеге аса сұғынбай отырған Бекең, мен біршек қасқыр соғып сойған адаммын демесі бар ма? Әдемі әсерлі әңгімеге көтеріліп алған бәріміз бетіміз соған бұрдық. Менің андынымда кетіп бара жатқан біршек. Оқығаным болмаса көрген қасқырым емес. Ал мынау Бексұлтан соны соғып, соны сойдым деп жай ғана шайының соңына сарқашып, кесесіне көлденен қасығын асып, дастарханнан кейін шегініп, әңгімесін айтуға ыңғайлана бастады. Қалғанымыз демімізді ішке тартып, сөзін бөлмей, соның бетіне қарадық та қалдық. Бұл жігіт те осы Ұлытау табанынан, сүйегі найман ішінде Бекболат, даланың қазағы, сөзіне бейпіл араласқанмен ызғарлы азамат. Сонымен 1992 жылы әкем Нұрсұлтан жеке шаруашылық ашамыз деп сол Тұяқ деген жерге бөлініп шықтық. Әке кезінде совхоздың жылқысын бағып, мойнына мал мініп, абақ таралап келген адам еді. Әулетте 14 баламыз, 9 ұл, 5 қыз. Содан алдымызға азынаулақ мал, тоқты торым, 2 үйірге шамалас жылқы жиып, Ержанның Қарадырына келіп қоныстандық. Ұлытаудың оңтүстік батысында аудан орталығынан 37 шақырымдай жерде Ержанның Қарадыры деген жер бар. Соның етегіне ала Ұлытаудың бұйраттарына сұғына енер тұсын Тұяқ деп атайды. Ұрынды жер, құз жартасы,
жыңғыл жымыраны көп. Мен бұл жерлерді өте жақсы білем. Жалпы Ұлытау төңірегіндегі бірталай ауыз екі жер атауларын жақсы меңгергем. Қысқасы, ол маңайда жалғыз жүрсем де адаспайтын деңгейде жер қыртысын таныйм. Оны айтып отырғаным әлгі жігіт аңшының әңгімесі дегенге салып іс тастайм екен деп міндетіп отырдым. Ол менің Ұлытау өңірін жақсы білетінімнен бейхабар. Хош, содан не керек, тұяққа келіп орналастық. 1992 жылдан 1997 жылға дейін бақандай 5 жыл бойы жылқыға құлын, сиырға бұзау, қойға қоз ермеді. Қысқасы 5 жыл қасқыр бақтық. 1961 жылы туған аңшы ағам қасқырбай жүр жортып қайтайық деді. Бұл құралай салқыны басталған уақыт болатын. Киік лақтап теке бөлінген тұс. Бұл кез қасқырлардың 40 күн азығын елден, 40 күн жерден, 40 күн желден жейтін уақыты. Киік лақтағанда бұлардың етке тәбеті тартпай желден жейтін уақыт екен ғой. О құдірет! Түнімен тауды басына көшіріп ұлыған қасқырлардың үніне үйреніп алғанбыз. Содан 5-тің шайының уақыты. Ағам екеуміз 2 атқа мініп бір кесе қымыз ішіп алып, бір мелкашка, бір 16-шы ұңғылы мылтықпен Ержанның Қарадырын бойлап Қазантау бағытына жүріп кеттік. Ағамның астында бәйгеге қосып жүрген күрең қасқат. Содан таудың табанына ілігіп бір төбеден ағам дүрбі сала бастады. Біршама уақыт маңайды дүрбілеп отырып, әй, ана 2 сайдың аяғы қосылар түсті бір түп қарағанның жанында бірдеңе ағараңдайды. Ол жерде құдық немесе тышан бар ма еді деп сұрады. Мен жоқ дедім. Онда жақындап барып тағы көреміз, жүрейік деді. Менің қолымда 16-шы мылтық. Ұңғысында бір оқ, 5-еуі қалтамда. 2 төбені асып 600-700 метр жобасында тағы дүрбі салдық әлгі ағарғанға. Ағам талай жыл аң аулаған кәнігі кәрі құлақ аңшы. Дүрбіні салып та тез ала қойды көзінен. Мә, қара деді. Түрі бұзылып кеткен. Мен де көзімді уқалап әлгі дөңгелек үстелдің бетіндей болып ағарып жатқан жерге дейін дүрбі жібердім. Аяғын созып, сайдың құламасында күн батысқа қарап дәу қасқыр жатыр. Басында шықылықтап сауысқан жүр. Анық көріп тұрмын. Ағам маған жүре сөйлеп, тез аттарды қалмақша байлада соңыма ер деді. Қалмақша байлау дегенді қайдан білейін, ол қалай деп сұрап ем, ұрыста сөйлеп бұлай деп 2 атты қозғалмаста кетіп, өз айтқандай қалмақша байлап тастады. Содан 2-ші сайдың саласына түсе бастап едік. Ағам, сен осы жерде қал, мылтықпен оқты әкелдесін. Жалғыз ауыз 16-шы мылтық менде деп ем ғой 5 оғыммен. Қолма-қол мылтықты беріп қалған оғын қалтамнан алайын десем, әлгінде шоқырақтап желгенде түсіп қалыпты. Сонымен ұңғыға салып қойған жалғыз оғымен 16-шы мылтықты алып, қосымша атарға мелкашканы алып, ағам алдындағы сайға түсіп төмен кетті. Әсілінде ағам мылтықты 2 атпайтын, бұл жолы қос мылтықпен қатар кетті. Осының алдында ағам тақымына мелкашкасы бар даланың жалғыз аяқ қасқа жолмен келе жатып, жолында жақындасып жатқан жыланды атады ғой аттың үстінен. Су еткен сумақай оқ тура өте шығатты. Содан тағы бір сапарында аң атып, оғы айдалаға кетеді ғой. Қойш, сол жылан атқаннан кейін әлгі мылтық берендігінен айырылады. Бірде мылтығының тимейтін дәм үстінде әкем айтады. Сонда әңгіменің ауанын ұққан анам, мылтығыңды таза, адал, көп жасаған кейуанаға аттатып алу керек. Бұл ертеден бар ырым дейді ғой. Соны естіген Қасқырбай осы өңірдегі молдаш қарттың кемпіріне апарып аттатып, мылтығын мықтап келеді. Содан кейін қолына ұстап шыққан осы сапар. Әлі де күмәні сейілмей жүргенім екен, әйтеуір екеуімен қатар кетті. Мен қасқыр жатқан 2-ші сайдың бетіне дүрбі салып отырмын. Желдің бағыты бізге қарсы. Қызығы, 2 сайдың басы бөлік болғанмен аяғы қосылады. Сол қосылар тұстың қабағында қасқыр жатыр. Ағам да 2-ші саймен басқан ізін білдірмей жақындап қалды. Сауысқан шиқылдап ауаға ілініп, қасқырдың үстінде маза таппай тұр. Ол байқұстың да күні жатқан қасқырға қарап тұр ғой. Арланнан қалған ас соның сыбағасы. Сауыс